Анафилактикалық шок кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Ең алдымен паниковать етпейміз. Барып науқастың артериялық қан қысымын, пульсін, сатурациясын көреміз. Егер науқаста шоктың белгілері байқалса, біз дер кезінде жедел жәрдем бригадасын шақыруымыз керек. Егер ол ауруханада болса, реанимационный бригаданы шақырамыз. Олар келгенге дейін біз алғашқы көмекті көрсетіп бастаймыз. Алғашқы көмек неден басталады дейтін болсаңыздар, шок кезінде давление төмендеп кетуіне байланысты веналарды біз таппай қалуымыз мүмкін. Ал соны болдырмас үшін біз перифериялық веналарды катетеризациялайтын боламыз. Катетеризациялап болғаннан соң ең алдымен вазоконтрекциялық препараттарды, яғни тамыр тартқыш препараттарды қолданамыз. Ол үшін эпинефрин 0,1%, 0,5 мм ерітіндісін сол катетер арқылы жібереміз. Артериялық қан қысымды қарап отырамыз, пульсін қадағалап отырамыз. Одан соң біз науқасты оттегімен қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін терезелерді ашамыз, не болмаса амбул қапшығымен кислород береміз. Трахеяны интубация жасаймыз, не болмаса конекоэктомия жасаймыз. Одан кейін артериялық қан қысымды жоғарылату мақсатында прессорлық аминдерді қолданамыз. Ол үшін допамин 400 мг препаратын 0,9%, 500 мл физрастворға ертіп аламыз. Болмаса 5% глюкоза ертінісіне, яғни 500 мл 5% глюкоза ертінісіне ертіп, 8-10 микрограмм на килограмм минутына жылдамдықпен енгіземіз. Содан кейін біз инфузионный терапияға өтеміз. Ол үшін біз декстраның орташа мөлшері 35 000 дальтон болған препаратын 10 мг на килограмм жібереміз. Не болмаса 5% глюкоза ертінісін 500 мг капить ететін боламыз. Одан кейін гормоналды терапия жасауға болады. 200 мг гидрокортизон ертінісін бұлшықетке енгізетін боламыз. Бұл жоғарыда айтылғанның барлығы студенттердің емтихан тапсыруына жақсы көмектеседі. Ал шын өмірде ең алдымен істеуіміз қажет болатын нәрсе, ол біз бригаданы шақырамыз. Санитар болсын, медсестра болсын, кез келген адам болсын, өйткені шок тез болып жатқандықтан біз оған тез көмек көрсетуіміз керек. Біреуі давление өлшеп жатса, екіншісі адреналин салып тұрады, біреуі дексаметазон салады. Дәл сол сияқты біреуі қадағалап тұрады, яғни мониторинг жасап тұратын болады. Сол үшін біз ең алдымен бригаданы шақырамыз. Сосын науқастарды зерттеуді, көрсетуді бастаймыз.